Біздің сырлы сұхбат бағдарламасы биыл 2020 жылғы алғашқы нөмірін жүргізгелі отыр. Былтырғы бағдарламамыздың бәрі өте сапалы өтті деп санаймыз. Оған себепкер болған біздің қонақтарымыз. Деген қонақтарымыз үлкен жақсы мағыналы ойлар қозғап, осы бағдарламамыздың дамуына, өркендеуіне үлкен үлес қосты. Енді біз болашақта үлкен ойларды қозғайтын боламыз. Біздің еліміздің болашағы, келешегі жайлы маңызды тақырыптарды талқылаймыз. Біздің адамгершіліктеріміздің дамуы, оны жетілдіру, осы мәселелерді көтеретін боламыз. Осы бағдарламаға арнайы мен алдын ала, бұл бағдарламаның ерекшесі алдын ала бір тапсырма жіберген болатұғым. Сол тапсырмаларға дайындығын қалай жасады екен, соны біз бағдарламамызда анықтайтын боламыз. Біздің алғашқы қонағымыз Абдурахим. Абдурахим шақырайық. Қарсы аламыз ба? Келе отыра ғой. Су ішесің ба, смузи ішесің ба? Су. Қонақтарға алып қойған бізде су мен смузи бар. Соны қайсысын қалайды? Ал енді Абдурахим, саған берілген тапсырма қандай еді? Үйге берілген тапсырма. Соны айта ғой. Менің сүйікті жануарым бар, не жазып келу. Шығарма жазып келу болатына. Қане айта қойшы қандай? Сенің қандай сүйікті жануарың бар екен, соны білейік. Менің сүйікті жануарым жылқы. Ол өте әдемі және тез жүгіреді. Бұрында адамдар көлік жоқ кезде жылқыға мінген. Жылқының сүтінен пайдалы қымыз істейді және оның пайдалы еті бар. Мен тағы жануарлар білемін. Мысалы, қой, ешкі, сиыр, түйе. Мен жануарларды өте жақсы көремін. Ой, қандай әдемі? Жақсы жазылған, Сонда сенің тапсырмаң өте күрделі екен, Саған осы тапсырманы жасау үшін саған бір көмектесті ме, жоқ, өзің жасадың ба? Маған анам көмек көрсетті кішкене. Қалғанын өзі жасадың ба? Сұрақтарға жауап бере алмадым. Жақсы. Қанекей, сен отыр. Өзің жаздың ба шығармаңды? Ал, жақсы оқиын. Әдеп дегеніміз менің ойымша ол тәрбие және тәртіп. Қазақта әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала деген аталған. Мен бұл мақалды былай түсіндім. Әдепті бала ол ұяты бар және әр нәрсенің орнын білетін бала. Ал әдепсіз бала бейшара, қолынан түспейтін және жағдайы аянышты бала. Әдепті болу үшін ата-ана мен мұғалімнің айтқанын тыңдау керек.